Мен Капсат Айжамал, номер 22 мектебінің 3В сынып оқушысымын. Осы ертегі кітапты оқып шықтым. Аты «Бұршақ үстіндегі ханшайым». Бір жаста сымбатты ханзада міндетті түрде сұлу нағыз ханшайымға үйленбекші болыпты. Көрші корольдіктерді және де алыстағы патшалықтарды шарлайды. Ол талай-талай ханшайымдарды көреді. Бірақ ханшайым сияқты сезінбепті. Бір күні кеште бұршақ аралас нөсер жауын жауып найзағай жарқылдап тұрған кезде ханшайым қамалдың есігін қағады да ханзадаға сол ханшайым ұнап қалады. Сол ханшайымға үйленеді. Ал осы ертегіні мен оқып шықтым. Осы ертегі кітапты оқып шығуға сәлеметсіңдер ме балалар? Менің атым Елеуова Мадина. Мен сіздерге күзгі каникулда осындай ертегілер оқуға кеңес беремін. Бұл ертегінің аты «Шұңқырдағы аңдар». Бұның ішінде шошқа және оның қожайыны сары шымшықты түлкіден құтқарады. Өте қызықты ертегі, сондықтан сіздерге оқуға кеңес беремін. Сәлеметсіңдер ме балалар? Мен сиқыршы ертегісін оқып шықтым. Бұның ішінде анасы, екі қызы сиқыршы және де жас ханзада бар. Бұның ішінде жағымды да жағымсыз да кейіпкерлер бар. Жағымды кейіпкерлер ол қыз және де жас ханзада сиқыршы. Ал жағымсыз кейіпкер ол үлкен қызы мен анасы. Осы кітапты мен соңына шейін оқып шықтым. Бұл кітап қызықты. Сіздерге де оқуға кеңес беремін. Сау болыңыздар.